Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте дәмді кекс дайындайтын боламыз. Бізге керек заттар: жұмыртқа 3 тал, қант 100 грамм, күнбағыс майы 5 ас қасық, разрыхлый етел 10 грамм, сүт 60 мг, un 250 грамм. Кексті духовкаға 180 градусқа 20 минутқа қойып пісіріп аламыз. Кекс өте дәмді жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.